Ассалаумалейкум, құрметті ютуберлер. Қазақстанда соңғы 3-4 жылда YouTube қарқынды дамығанымен, әлі де көптеген YouTube жайлы сұрақтар келіп жатады. Оның көбісі Google AdSense жайлы сұрақтар. Google AdSense жайлы жаңағы YouTube'да видеолардың астында комментарий бөлімде және Instagram'да дайректте бірнеше сұрақтар бар. Сол жайлы мен топ сұрақтарды телефоныма жазып алдым. Қазір сіздерге ашып айтатын боламын. Google AdSense дегеніміз бұл Google'дың өнімдерінің бірі болып келеді. Көбісі Google Ads'пен шатастырып жатады. Google Ads дегеніміз бұл Google'ға жіберетін реклама, ал Google AdSense дегеніміз бұл YouTube'тың былайша айтқан кезде кошелегі, яғни YouTube'дан түскен табысты Google AdSense'ке жібереді және Google AdSense'тен сіздің картаңызға ай сайын белгілі бір мерзімде түсіп отыратын болады. Ол жайлы қазір айтатын боламын. Мысал ретінде Google AdSense'ті осы телефон деп қарайтын болсақ, мына жақта сіздің YouTube каналыңыз тұрады. Осы YouTube каналыңызда бір айда жаңа табыс таптыңыз және келесі ай сіздің Google AdSense'іңізге сол ақша, YouTube'дағы ақша түсетін болады. Және сол AdSense'тегі жиналған ақша сол айдың аяқ жағына қарай сіздің картаңызға түседі. Ал енді көп кездесетін сұрақтарға жауап бере кетейін. Бірінші сұрақ, бірнеше канал болса, әрқайсысына AdSense ашамыз ба? Яғни сіз бір YouTube каналды монетизацияға қостыңыз және Google AdSense'ке жалғадыңыз және қосымша ретінде екінші YouTube каналды ашып және сол каналды монетизацияға қостыңыз. Сол екінші каналға екінші AdSense ашам ба деп сұрақ қойған екен. Жауабы жоқ, бір адамның атына тек бір Google AdSense қана ашылады. Яғни Google AdSense дегеніміз бұл жеке куәлік сияқты, яғни удостоверение личности сияқты бір адамның атына тек бір Google AdSense ашылады. Егер де екіншісін ашатын болсаңыз, сізге Google почтаға дереу ескерту келеді. Сізде екінші аккаунт ашылып кетті, немесе біріншісін өшіріңіз, немесе екіншісін өшіріңіз. Бір адамның атына тек бір Google AdSense ашылады деп сразу ескерту келеді. Енді жаңағы сұраққа жауап бере кетейін. Бір адамның атынан тек бір Google AdSense аша аламыз дедік қой. Егер де сіз екінші YouTube каналда монетизация қосатын болсаңыз, жаңағы Google AdSense'ке тіркей бересіз. Яғни сіз 5 немесе 10 YouTube каналда монетизация қосатын болсаңыз, соның барлығына сол бір Google AdSense'ке жалғай бересіз. Яғни воронка сияқты соның барлығының ақшасы түсетін болады. Екінші бізде сұрақ соған ұқсас болып келеді. Барлық каналдан ақша бірігіп түсе ме деп сұрақ қойған екен. Жаңа айтқан сияқты, мысалға 10 YouTube каналда монетизация қостыңыз делік, соның барлығын бір Google AdSense'ке тіркеп қойдыңыз. Соның барлығының ақшасы келесі айда бірігіп түсіп отыратын болады. Мысалға 3 YouTube каналда бір Google AdSense'ке тіркедіңіз делік, бірінші YouTube каналда $50 жиналды, екінші YouTube каналда $30 жиналды және үшінші YouTube каналда $20 жиналды бір айдың ішінде. Және соның барлығы келесі айда Google AdSense'ке түсетін болады, $100 болып түсетін болады. Соның барлығы бірігіп. Кейбіреулер ойлайды, әр YouTube каналда жаңа Google AdSense жеке-жеке болу керек деп. Бағана айтқандай, бір адамның атына тек бір Google AdSense ашылады. Осыны көп жиі сұрақ қойып жатады дайректке. Сондықтан да осы сұрақтарды осы видео қылып түсіруді шештім. Үшінші сұрақ, бізде YouTube'та $20, ал AdSense'те 0 болып тұр деп сұрақ қойған екен. YouTube'та жаңағы $20 жиналғаны, оның барлығы лайв форматта тек 2 күн кешігіп жүреді, кешігіп көрсетіп жүреді. Мысалға, бүгін 20 қаңтар, 20 қаңтардың түскен табысын 22 қаңтар көрсететін болады, немесе 3 күнге кешігуі мүмкін. Соның барлығы бірігіп келесі ай түсіп отырады 7 мен 12 ортасында. Қазақстанның уақытымен 9 немесе 10 Google AdSense'ке кіріп көретін болсаңыз, шоттағы сумманың өзгергендігін байқайсыз. Ары қарай 21 мен 26-сы сіздің картаңызға түсетін болады. Google AdSense'тен сіздің картаңызға. YouTube'та $20, ал AdSense'те 0 болып тұр деп қойған еді. Яғни жаңағы айтқандай, осы айдың табысы келесі ай түсіп отырады, ал жаңағы лайв форматта YouTube'тағы творческий студияның приложениесі ғана көрсетіп тұрады. Google AdSense'ке соның барлығы бір айдікі жиналып тұрып, тек бір моментте ғана түседі. Жаңағы айтқандай 7 мен 12-сінің аралығында. Мысалға, YouTube каналыңызда сізде $200 жиналған болса да, Google AdSense'те 0 болып тұра береді. Егер де жаңадан ашқан болсаңыз, мысалға, бір айда $200 жинадыңыз, сол $200 келесі айдың 7 мен 12-сінің аралығында түседі. Бірнеше рет қайталап жатқан себебім, кейбіреулері түсінбей қалып жатады, сондықтан да қайталап айтып жатырмын. Төртінші сұрақ, карта тіркеу менде жоқ деп жазып қойған екен. Google AdSense'те алдымен сізде $10 жиналу керек. $10 жиналған соң платежі бөлімінде способ оплаты деп жазылып тұрады. Сол способ оплатыға кіріп, Каспий Голд немесе басқа да бір банк картасын енгізіп қойсаңыз болады. Қалай дұрыс толтыру керектігі туралы менде видео бар, осы каналда описаниеге жазып қоятын боламын, ссылкасын қалдырамын. Сол видеоға өтіп, өзіңіздің банк картасын тіркеп қойсаңыз болады. YouTube каналыңызда монетизация қосылғаннан кейін $1 жиналу керек. $10 асатын болса, келесі ай жаңа Google AdSense'ке түскеннен кейін барып, сізде способ оплаты шығатын болады. Және де кейбір жаңадан бастаған ютуберлер сұрақ қойып жатады, менде YouTube каналымда $10 жиналды ғой, неге әлі Google AdSense'те способ оплаты карта тіркейтін бөлім неге ашылған жоқ деп сұрақ қойып жатады. Бағана айтқандай, жаңағы бірінші YouTube каналыңызда
ақша жиналады, одан кейін барып келесі ай ғана Google AdSense-ке түседі. Яғни Google AdSense-ке түскен кезде $10 артық түсетін болса, сізде платежі бөлімінде картаны енгізу бөлімі ашылатын болады. Сол кезде ғана сіз өзіңіздің картаңызды енгізетін боласыз. Келесі көп кездесетін ютуберлердің сұрағы, бұл 5-ші сұрақ, ақшаны қалай шешеміз, күнде түсіп отыратын қылса бола ма деп сұрақ қойған екен. Жоқ, күнде түсіп отыратындай қылып қоя алмайсыз. Жоғарыда айтқандай, барлығы бір YouTube каналда бір айда жиналады, одан кейін келесі ай Google AdSense-ке түседі, тек бір ғана моментте түседі. Ол кезде жаңа Google AdSense-ке түсуде шарты бар, сіздің YouTube каналыңызда монетизация жүріп тұру керек. Егер де YouTube каналыңызда монетизация өшіріп тастайтын болса, Google AdSense-ке түспей қалады. Және ақшаны қалай шешеміз деп қойған екен, бағана айтқандай, тек қана картаны тіркеп қоясыз, тек 21 мен 26-ның ортасында тек сол уақыт аралығында ғана түседі. Яғни ол жақта ешқандай кнопка болмайды, ақшаны түсіру деген сияқты. Тек қана тіркеп қоясыз, болды. Одан кейін сізден Америкадан немесе Ирландия мемлекетінен, жаңа Google Ирландия деп жазылып тұрады көбінесе бізге Қазақстанда, солай сізге картаңызға аударатын болады. Және бұл жерде айта кететін маңызды нәрсе, сіздің YouTube-тан тапқан табысыңыз сіздің картаңызға түсу үшін сіздің Google AdSense-іңіз расталып тұру керек. Яғни пин-код немесе проверка бөлімінде жеке куәлік арқылы растауға болады. Егер сол жеке куәлікті дұрыс толтырмайтын болсаңыз, дұрыс растамайтын болсаңыз, сізге Америкадан хат жіберетін болады. Жаңа $10 толып болғаннан кейін сізге проверкадан өту керек деп почтаға хат келеді. Содан кейін жаңағы жеке куәлік немесе жаңа пин-код арқылы өзіңіздің AdSense-іңізді растау керек болады. Сізге пин-кодты жібереді, мен сол пин-код арқылы растаған болатын, өзімдікін бұрын тек қана сол пин-код арқылы еді, қазір кезде жеке куәлік ретінде де шықты. Алдымен жеке куәлікті растайтын болсаңыз, дұрыс растайтын болсаңыз, соның өзі жеткілікті, ал егер де қате болып шығатын болса, сізге бәрібір пин-кодты жіберетін болады. Оны 3-4 рет жібереді сізге, 4 рет жібереді, сол 4-інде де растамайтын болсаңыз, онлайн растауға болады. Яғни сіз өзіңіздің YouTube-тан тапқан табысыңызды картаңызға расталған AdSense-пен ғана түсіре аласыз. Яғни бір айда $100 аса ақша жиналды, одан кейін ол келесі ай Google AdSense-тен арғай 21 мен 26-ның ортасында сіздің картаңызға түсетін болады. Сіздің Google AdSense-іңіз расталған болса ғана. Ал егер расталмаған болса, сіздің жаңа Google AdSense-іңізге түсіп отыра беретін болады. Біреулерде болды, жаңа Google AdSense-ін растамай 3-4 ай жүрген, ішінде жиналып қалған $2000 немесе $1000 жиналып қалып маған жаңа скрин фотоларын жібергендер болды. Солайынша ақша жаңа Google AdSense-ке түсіп отыра беретін болады. Ол ешқандай күйіп кетпейді. Соның ішіне сақталып тұра береді. Тек қана адресті растаған кезде ғана, сол кезде, сол уақыт аралығында Google AdSense-ке жиналып тұрған ақша сіздің картаңызға 21 мен 26-ның ортасында түсетін болады. Одан ерте ешқалай түсіре алмайсыз. Тек қана қатып қалған сол өзінің уақыттары. Соның барлығы жаңа монетизация бөлімінде Google AdSense-ның ішінде ережелерінде жазылып тұру керек. Соны оқып қарасаңыз болады. Google AdSense-те подтверждение жасау, яғни растау туралы пайдалы ақпараттарды осы каналымдағы видеолардан көрсеңіз болады. Google AdSense жайлы бірнеше пайдалы видеоларым бар. Келесі бізде 6-шы сұрақ, монетизация қосылмай жатып AdSense ашып қойса бола ма деп сұраған екен. Жауабы, тек қана монетизация қосылып жатқан кезде Google AdSense аша аласыз. Яғни жаңағы 1000 подписчик және 4000 сағатты толған кезде, білесіздер, жаңағы 3 шаг шығады. Бірінші шақта барлығын растап, жаңағы принять дегенді басасыз, жаңа галочка қойып, ал екінші шақта Google AdSense-ті тіркеу керек болады. Сол кезде ғана у меня нет аккаунта AdSense деп, сол кезде ғана ашасыз. Осымен видеомыз тамам. Google AdSense жайлы ақпараттар сіздерге пайдалы болды деген ниеттемін. Және осы видеоға лайк басуды және арнама тіркеп алуды ұмытпаңыздар. Жаңадан көріп отқан көрермен болатын болсаңыз. Және де өзіңіздің ютубер достарыңызға жіберіп қойсаңыздар болады. Оларға да пайдалы болып қалатын шығар. Келесі көріскенше сау болыңыздар.